Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бүгін біз қайнатпа сорпа дайындайтын боламыз. Қайнатпа сорпа негізінде қойдың етінен дайындалатын сорпа. Қыстың уақытында, жөтелген уақытта, тұмау оратқан кезде өте пайдалы сорпа болып табылады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Бізге жуып тазаланған қойдың еті және де көкөністер керек болады. Ең алдымен етімізді қазанға салып, салқын сумен қайнатып аламын. Үстіне міндетті түрде салқын су құюымыз керек. Етіміз қайнағанша керекті көкөністердің ашып тазалап аламын. Пиязды осылай бүтіндей сорпаға салсаңыздар да болады. Мен дәм шықсын деп уақтап сорап шығамын. Сорпа тұнық болсын деп бүтіндей салып жатады. Маған тураған түрі ұнайды. Сонда да сорпам тұнық әдемі болып шығады. Қалған көкөністердің барлығын ірі-ірі турап шығамыз. Және де картошканы де үлкен бүтіндей салып жатады. Мен бұны төртке бөліп саламын. Осындай көлемде салсаңыздар да болады. Мен өзіме ыңғайлы төртке бөліп салдым. Және де болгар бұрышын турамаймын. Жарты қызанақ қосамын. Қатырылған түрі менде. Барлығын бір ыдысқа салып, етім қайнағаннан кейін 10 минуттан кейін жуаны саламын. Көкөністер салып шығамын. Ең соңында картошканы саламын. Көбігін жақсылап аласыздар. Ешқандай да майда көбік қалып кетпеу керек. Сонда сорпамыз тұнық әдемі болып шығады. Міне барлық көбігін алып болдым. Енді 10 минут жай отта қайнатамын. Одан кейін барып жуасын саламын, чесногын саламын. Болгар бұрышын және қызанақты салатын боламын. Сорпамыз жақсылап қайнады. Енді ішіне қоспаларын қоса берсек болады. Кейін қызанақты болгар бұрышын алып тастаймын, сүзіп, жақсылап дәмі шыққаннан кейін. Және де жуан сәбізді саламын. Жуаны бүтіндей салсаңыздар болады. Бұл сорпаға ешқандай да приправа салмаңыздар. Өзі баяу отта 2,5-2 сағат кемінде қайнатсаңыздар, өзі еттің дәмі шығып, өте дәмді сорпа шығады. Және де әр 1 сағатта келіп осылай сапырып тұрсаңыздар, өте дәмді болады. Сапыру міндетті түрде. Картошкасын салып, баяу отта қайнатамыз. Тағы да бір сапырып қоямыз. Пісуге аз уақыт қалған кезде болгарскийді, қызанақты алып тастаймыз сүзіп. Тағы да айта кетейін, тұздан басқа ешқандай приправа қосудың қажеті жоқ. Өзі еттің майы шығады, еттің дәмі шығады, сонымен өте әдемі сорпа шығады. Сорпа дайын болды. Астына шіріп, енді үстіне берсек болады. Бетіндегі артық заттардың барлығын алып тастадым. Сорпа өте тұнық, өте дәмді болып шықты. Сорпа дайын болды, өте дәмді.
сорпа шықты. Бұған ешқандай да дәмдеуіштің қосудың қажеті жоқ. Еттің өзінің дәмі мен қайнауының ұзақтығында сорпа өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған мен, Накипбекова Гүлжанар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ас болсын.